Дабыл өрт, төтенше жағдай, жол апаты, ат жаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізеді. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар, эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар Дабыл. Тізгінде мен Нұргүл Шолымбетова. Шымкенттік тұрғынға дене жарақатын салып, сейфтегі ақшасын қолды қылған азаматтың басы дауға қалды. Енді ол жазасыз қалмайды. Қаратау ауданы полиция басқармасына 2 жергілікті тұрғын арызданған. Айтуларынша, бірі жұмыс орнында тұрғанда белгісіз азамат келіп, ұрып соғып дене жарақатын салып, сейфтің ішінен ақшаны алып, оқиға орнынан бой тасалаған. Ал екінші азаматтан газ құю бекетінде күш қолдану арқылы ақшасын және әмиянын тартып алған. Жәбірленушілерге келтірілген шығын көлемі 300 мың теңгеден асады. Тез арада тәртіп сақшылары Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 191 бабымен істі тергеуге алып, сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізді. Нәтижесінде ғимараттың ішіндегі және газ құю бекетіндегі бейнекамералар арқылы қылмыстық істерді бір адамның жасағанын анықтады және олардың жеке бастары белгілі болды. Қазір таңда 3 азамат уақытша ұстау абақтысына қамалған. Тиісті тергеу амалдары жалғасуда. Алдағы уақытта қылмыстық топтың бұл әрекетке не себепті барғаны белгілі болады. Ал Түлкібастық полицейлер тұрғын үйге ұрлыққа түскендердің жолын кесті. Аудандық басқармаға тұрғын арызданып, ұрлықтың құрбаны болғанын жеткізген. Ол өз арызында үйіне түнгі сағат 1-лер шамасында белгісіз біреулер терезесін сындыру арқылы кіріп, тұрмыстық техника мен құрылыс заттарын ұрлап кеткенін көрсеткен. Жәбірленуші ер адамға жалпы 850 мың теңге шығын келген. Бұл факторлық бабымен тіркеліп, жедел уәкілдер іздестіру шараларын жүргізді. Нәтижесінде бұл қылмысты 3 бірдей жас жігіт жасағаны белгілі болды. Тәртіп сақшылары күдіктінің бірін Шымкент қаласында жүрген жерінен қорқытады. Қалған 2 күдікті іздестірілуде. Белгілі болғандай, күдікті 3 өзгенің үйіне заңсыз кіріп құрылыс заттарын, тұрмысқа қажетті қысқа толқынды пеш пен теледидарды қолды қылған. Бүгінде барлық ұрланған заттар айғақты зат ретінде тәркіленіп, заңды иесіне қайтарылды. Қазір таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Алаяқтық қоғам дерті, онымен жұмыла күрескенімізбен тоқтам болмай отыр. Ол баршаға аян. Тіпті алданбаймын дегендерде күдіктінің құрбанына айналуда. Мәселен, мегаполис тұрғыны ойын приставкаларын жалға алып ломбардқа өткізіп жіберген. Ал осыған ұқсас арыз шағыммен бірнеше күннен кейін тағы бір қала тұрғыны полицияға жүгінді. Жәбірленушілерге келтірілген залалдың жалпы сомасы 1 миллион 200 мың теңгені құрады. Абай ауданының полицейлері жәбірленушілердің арызына сәйкес күдіктіні анықтап ұстады. Ол ойын приставкаларын ломбардқа өткізіп жібергені белгілі болды. Қазіргі таңда бірнеше рет жасалған алаяқтық бабы бойынша іс қозғалды. Тергеушілер істі айыптау актісімен сотқа жолдады. Айта кетейік, қылмыстық кодекске сәйкес аталған қылмысты жасау, мүлкін тәркілей отырып 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Алаяқтық қылмысы өзекті проблема. Осылай деген қалалық полиция департаментінің бастығы Қайрат Дәлбеков халық алдында есеп берді. Ол мегаполистегі криминогенді ахуалдың тұрақты екенін алға тартып, тыныштықты қамтамасыз ету барысында атқарылған жұмыстарды саралады. Айтуынша, құқық бұзушылықтардың алдын алуда бейнебақылау камераларының көмегі көп. Бұдан бөлек полицейлер интернет алаяқтарымен де күресті күшейткен. Былтыр қала аумағында 4 мыңға жуық алаяқтық қылмысы тіркелген, яғни алданғандардың саны 2 есе көп. Ол бесенеден белгілі. Бір күдікті кемі 2 адамды сан соқтырған аян. Оның ішінде интернет алаяқтарының 1200-ге жетіп жығылады. Осы ретте полицейлер тиісті жұмыстарды атқарып, кейбір күдіктілер қолға түскен. Оның ішінде аты жер жарған мекемелер де бар. Департаменттің өндірісінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217 бабы қаржы пирамидасын құру бойынша ломбард 24, выгодный займ, эстейт ломбард, голд компания лтд және тағы басқа да қылмыстық істер бойынша жалпы
11.207 азаматтар жәбірленуші ретінде танылып, келтірілген материалдық шығын 5 миллиард 813 миллионды құрады. Бүгінгі таңда Ломбард 24 қаржы пирамидасын қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қалған қылмыстық істер сотқа жолданды. Жыл басынан полиция департаменті менен қала прокуратурасының қызметкерлері қатарынан топ құрылып, интернет алаяқ қылмыстарын ашылу, тергелу тікелей департаменттің тергеу басқармасында тергелуде. Қазіргі таңда интернет алаяқтармен күрес бағытында құқық қорғау қызметкерлері арнайы топ құрып, күдіктілермен күресті күшейткен. Нәтижесінде 281 іске тергеу жүргізіліп, 34 факт бойынша сотқа іс құжаттар жолданған. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде интернет алаяқтық қылмыстарын жасаған 5 адамнан тұратын қылмыстық топ құрықталды. Күдіктілердің 3-еуі қамауға алынып, 2 күдікті Ресей Федерациясында ұсталып, олардың алдыру бойынша экстрадициялау жұмыстары атқарылуда. Қазіргі таңда 20-дан астам қылмысқа қатысы бар дәлелденді. Бұл жерде жаңа ұсталған 5 азаматтың бәрі біздің Қазақстан азаматы, 3-еуі Алматыдан ұсталды, 2-еуі Ресей Федерациясында ұсталып, бұл жерде соңғы кездері банктың қызметкерімді өзін таныстырып, сол азаматтарға банк счетына қылмыс жасалып жатыр деп алдап, соның счетында ақшаны аударып алған. Сондай топ ұсталып, қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ресей ақша Алматыға счеттан счетқа аударып, Ресей Федерациясына аударылған. 2-еуі біздің азаматтар қазір Москвадан ұсталып, экстрадициялау жұмыстары жүргізілуде. Департамент тарапынан алаяқтық қылмысының алдын алу бойынша халықпен түсіндірме жұмыстар жүргізілуде. Сондай-ақ учаскелік инспекторлар өз аумағы бойынша жаднама қағаздар таратып, барынша сақтық шараларын атқаруда дейді бас полицей. Бас полицей қылмыстық істерді жіліктеп, халықтың түйткілді сұрақтарына бет бұрды. Есепке келген тұрғындардың басым көпшілігін мазалаған бір сауал. Біздің аумаққа сергек камерасы қашан қойылады? Ауладағы автотұрақ мәселесі қашан шешіледі? Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жол белгілері қажет. Осындай сұрақтар қала тұрғындарынан қарша борады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жиынға келгендер полиция қызметкерлеріне рахмет айта отырып сауалдарына көшті. Олардың бірінің айтуынша аумақтағы халықпен тығыз байланыста болатын учаскелік инспекторлар жиі ауысады. Сондықтан бір қызметкер өз аумағындағы тұрғындармен жіті танысып, проблемаларынан хабардар болса дейді. Учаскелік полиция негізінде жұмыс істемейді деп айта алмаймын. Бәрі жас жігіт, өте керемет жақсы жігіттер. Бірақ қайта ауыстыра берудің не пайдасы бар екен білмеймін. Участковый инспекторлардың мәртебесін көтеру бойынша нұсқа берілген. Ол тағайындалған жағдайда халықпен келісіп, халықтың қолдауымен тағайындалады. Бұдан бөлек сауалдардың басым бөлігі жол белгілерінен бейнебақылау камераларына қатысты болды. Бір аулаға тыныштықты қамтамасыз ету үшін арнайы камера орнатып беруді сұрады. Енді бірі балалардың қауіпсіздігі үшін мектеп ауласына жол кедергісі қойылсын деп отыр. Мектеп қауіпсіз жерде орналасқанда, қауіпсіз болғанда жолының бойында орналасқанда ешқандай бейнекамера орнатылмаған. Бейнебақылау баяғы сергек камералар ешқандай орнатылмаған. Қоғам ешқайсысы да бәрі майысып кеткен. Біздің жолда үлкен трасса болғандықтан, үлкен машиналар жүк көліктерімен өтеді. Баяғы ешқайсысы бір айға қамасын бәрі жайылып кетті. Шымкент қаласына қосылғаннан кейін қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мына жолдың бойында кептеліс, кез келген жерде автокөлік тастап кету деген, ол бойынша біз қазір арнайы белгілерді қоямыз. Белгілер қойғаннан кейін, оның жауапкершілігі қаралғаннан кейін өздері қоймайтын болады деп санаймын енді. Бейнебақылау камераларын орнатамыз. Жаңа мен айттым, 800 камера бар, сол 800 камерадан Сайран ауылына қойылатын болады. Енді камера қойылғанда 800 метр төменде қойылғанда бұл сауда орталығы. Ол сауда орталығына керек емес деп ойлаймын оны. Мектепке қою керек. Осыны балалар жылына жобасының аясында соны сіз қолға алып, оң баға беріп, сізге жақсы сөздерін тілек білдіретін болады. Келсеміз қойып береміз.
Қалалық полиция департаментінің бастығының есебіне атқарылған жұмыстарына, ұтымды жауаптарына халық қанағаттанарлық деген баға берді. Ал бас полицей болса, алдағы уақытта халықпен бірге бірлесе отырып жұмыс жасаймыз деп уәде етті. Контрафакт жедел профилактикалық іс-шарасы қорытындыланды. Полицейлер қала аумағында ақпараттық технологиялар саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтауға, жолын кесуге бағытталған шара өткізген болатын. Мұндағы мақсат контрафактілік өнімді және еркін айналымға тыйым салу. Оның ішінде интернет желісінде таралатын өнімдерді заңсыз дайындайтын, тираждайтын және тарататын адамдарды анықтау. Шара барысында криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері мен 10 жайт анықталған. Тіркелмеген заңсыз қаруды нәзік жандыларда тапсыра бастады. Акция аясында Кентау қаласының тұрғыны Қапанова полиция бөліміне атасынан мұра болып қалған 9 маркалы, 2 ұңғылы, 16 калибрлы тегіс ұңғылы аңшы қаруын өз еркімен өткізді. Алдағы уақытта мемлекет тарапынан сыйақы алатын болады. Жалпы акция аясында өткізілетін қаруларға сараптама тағайындалып, соның қорытындысы бойынша сыйақы тағайындалады. Сондықтан жергілікті тұрғындар, қолдарыңызда еш жерде тіркелмеген қару түрі болса, өткізіп сыйақы алсаңыз болады. Және бұндай жағдайда ешқандай әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартылмайсыз. Айта кету керек, сәуір айының 25-нен бастап облысымызда халықтан заңсыз сақталудағы атыс қаруын, оқ дәрілер мен жарылғыш заттарды сатып алу акциясы басталды. Бұдан бөлек уылдырық шарасы аясында 6 тұрғын жауапқа тартылды. Нақтырақ айтсақ, Созақ аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері, Түркістан және Жамбыл облыстарының орман шаруашылығы мен табиғи ресурстар және пайдалануды реттеу басқармасы, Охотзоопром инспекторларымен бірлесіп рейд жүргізді. Олар Шу өзендерін Ақжайқын, Ақкөл, Ақжар, Қызылкөл мен су қоймаларын аралап тексеру өткізді. Тиісті мамандардың жүйелі жұмысының нәтижесінде заңсыз балық аулаған 6 азамат ұсталды. Олардан жалпы 44 келі сазан балықтары, 2 дана үрмелі қайық, 4 дана ескек, 2 дана желбергіш құрал, айғақты зат ретінде тәркіленіп алынды. Қолға түскен азаматтарға заң аясында шара көрілді. Біздің назарға іліккен оқыс оқиғалар легосындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін табыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың, төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 8771 661 41 41 WhatsApp номеріне видеоматериал жолдасаңыздар болады. Келесі кездескенше сау жүріңіз.